Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін сәуірдің 29-сы, 29 апреля, аптаның 3-ші күні, сәрсенбі, среда. Сабағымыздың тақырыбы «Жүр, думанға барамыз». Пишем дату и тему. Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. Сегодня пишем букву А. Она. Ата. Ага. Ара. Апа. Она мама. Ата дедушка. Ага брат. Ара пчела. Апа сестра. Енді балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Жарайды. Жарайды. Демалыс күні. Демалыс күні. Қыдырамын. Қыдырамын. Жарайды. Хорошо. Ладно. Демалыс күні. Выходной день. Қыдырамын. Гуляю. Пишем, ребята. Есте сақтаңдар, запомните. Анель, жүр, саябаққа барамыз. Жүр, пойдем. Анель, жүр, саябаққа барамыз. Арай, жүр, мектепке барамыз. Али, жүр, доп ойнаймыз. Пойдем, пошли. Жүр. Өте жақсы балалар, енді диалогты бірге оқимыз. Давайте вместе прочитаем диалог. Алақай, ертең демалыс. Ура, завтра выходной. Әлібек, демалыс күні, сен не істейсің? Әлібек, что ты делаешь на выходных? Спрашивает Саша. Мен демалыс күні қыдырамын. Я собираюсь гулять в эти выходные, ответил Алибек. О, қандай тамаша! Сен қайда қыдырасың? О, как замечательно! Где ты будешь гулять? Спросил Саша. Мен думанға барамын. Саша, сен ертең қыдырасың ба? Деп сұрады Әлібек. Я пойду в Думан. Саша, ты завтра идешь гулять? Спрашивает Алибек. Жоқ, мен досыммен ойнаймын. Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Деп жауап берді Саша. Нет, я играю в мяч с другом. Ответил Саша. Саша, ертең Думанға барайық. Саша, давай завтра пойдем в Думан. Жарайды, барайық. Хорошо, пойдем. Өте жақсы балалар. Енді бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ. Әлібек ертең не істейді? Саша ертең не істейді? Что делает Алибек завтра? Завтра что делает Саша? Екінші тапсырма. Тиісті қосымшаны қойып жаз. Қосымша окончание. Мен ертең қыдыра. Өзіміз жазамыз да? Дальше мы сами. Келесі үшінші тапсырма. Жүр сөзін қосып, сөйлем құра. Добавь слово «жүр» и составь предложение. Например, Әлібек, жүр,
Доп ойнаймыз. Әлібек, жүр, доп ойнаймыз. Теперь вы сами. Анель и Саша. Үйге тапсырма. Видеороликтегі тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Выполняйте все задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.